Сәлем сөздің атасы. Сәлеметсіздер ме? Рика телеарнасын сүйікті де кішкентай көрермендері. Қалдарың қалай, сүйікті көрермен? Рика телеарнасының тіл дарын бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Сіздермен бірге Телеағыз, Зере және мен Гүл ханым. Мамандық таңдау дегеніміз өзін айналысқын келетін жұмысты таңдау ғана емес, өзін араласқын келетін ортаны да таңдау. Қазақ ата бабамыз айтқандай-ақ, адам баласы екі заттан қателеспеу қажет. Бірі жар таңдаудан, ал екіншісі мамандық таңдаудан. Мамандық сөзі латын тілінен шыққан. Жұрт алдында сөйлеу, жариялау деген мағынаны білдіреді. Есте жоқ ерте заманда қазіргідей мамандықтың түр-түрі болмаған. Дегенмен ер адамдар мен әйел адамдардың жасайтын жұмыстары әртүрлі болған. Мысалға алатын болса, ер адамдар қару-жарақ жасап, үй тұрғызса, ал әйел адамдар жеуге жарамды жеміс-жидектерді жинап, бала шаруасымен және де үй шаруасымен айналысқан болатын. Қоғам өзгергелі түрлі мамандықтар пайда болды. Оған сәйкесінше түрлі жұмыстар да пайда болды. Демек, біздің бүгінгі тақырыбымыз мамандық жайында болмақ. Олай болса, әдеттегідей жаңа әріптерімізбен танысайық. Сәлем достар, қайырлы күн көрермендер. Жаздың аяқталуына санаулы күндер қалды. Көңіл күйлерің қалай? Достар, бізбен бірге латын әліпбиіне саяхат жасап, жаңа сөздермен танысқыларың келеді ме? Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Мадина, сен сурет салып отырсың ба? Иә. Ал қандай сурет салып отырсың? Мен өз арманымды салып отырмын. Арманыңды сонда қалай? Мен өскенде суретші болғым келеді. Мен табиғатқа шығып, таза ауамен тіршілікті бейнелесем деймін. Ой, шіркін. Ярослав, ал сен өскенде кім болғың келеді? Арманыңа жет, Мадина. Ал мен еліме адал қызмет ететін полицей болғым келеді. Сен өз арманына сәйкес полицей киімін киіп алыпсың ғой? Я. Керемет, Салтанат досымыздың мамандығы қандай болмақ? Сұрап көрейік. Латын әліпбиіне көшу ұлт тағдыры үшін ұтымды болмақ. Бірнеше маңызды себептермен қатар латын әліпбиіне көшу шетелдегі қандастарымыз үшін де қуантарлық жайт болмақ. Себебі сауатын ашқаннан латын әліпбиін қолданатын Еуропа мемлекеттеріндегі қазақтар ата жұртыменен байланыс орнатып, рухани мәдени тілдесуіне зор септігін тигізбек. Сәлем балалар. Сәлем Салтанат. Көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Ярослав, байқауымша сенің өскенде полицей болғың келеді ме? Я. Жарайсың. Арманыңа жет, Ярослав. Жарасып ақ тұр. Салтанат, осы сен өскенде кім болғың келеді? Мен болашақта журналист болсам деймін. Тамаша екен. Достар, сіздер де қалаған мамандық иесі атануларыңызға шын жүректен тілектеспіз. Достар, көрермендерімізбен бірге бағдарламамыздың алдыңғы санында өткен әріптер мен сөздерді бір қайталап жіберейік. П. Р. Ярослав, сен П әрпінен басталатын қандай сөз білесің? Пияз. Жарайсың. Пияз. Ал сен, Мадина, Р әрпінен басталатын қандай сөз білесің? Радио. Жарайсыңдар балалар. Радио. Құрметті көрермен, біз бүгін әдеттегідей жұмбақ емес, сөз жұмбақ ойынын ойнайтын боламыз. Жауабын тауып көреміз бе? Я. Сонымен қатар сөз жұмбақтың шешуі бүгінгі тақырыбымызға сәйкес болмақ. Ендеше менің алғашқы сөз жұмбағым табу үшін сендерге жұмбақ қойып көрейін. Талдың басында, жемі бар қасында. Там тұр саялы, достарға аялы. Жауабы ұя. Жарайсың, Мадина. Енді ұя сөзін латын қарпімен жазып көрсетейін. Ұя сөзі латын қарпімен осылай жазылады. Ұя. Менің келесі жұмбағым. Әжемнің қалпақтағы таяғы. Қолына алса жүгірер, шорланып белі бүгілер. Мен білем, жауабы ұршық. Жарайсың, Ярослав, сен жұмбақтың жауабын дұрыс таптың. Енді ұршық сөзін сөз жұмбақтың кестесіне жазып көрейік.
Ұршық сөзі латын қарпімен осылай жазылады. Ұршық. Менің келесі жұмбағым Құс сияқты, құс емес, самғап ұшқан биікке, қанаты бар қақпайды, жүрсе де сондай биікте. Мен таптым, ол ұшақ. Жарайсың, Мадина, сен жұмбақты жауабын дұрыс таптың. Енді ұшақ сөзін латын қарпімен жазып көрсетейін. Ұшақ сөзі латын қарпімен осылай жазылады. Ұшақ. Ары қарай сөз жұмбақты шешу үшін сұрақтар тізгініне кезек берейік. Жұмыстарды уақытында тиянақты жасап, жинақы жүретін қандай балалар? Ұқыпты бала. Жарайсың, Ярослав, енді ұқыпты сөзін латын қарпімен жазып көрсетейін. Ұқыпты сөзі латын қарпімен осылай жазылады. Ұқыпты. Сөз жұмбақтың ең соңғы сұрағына кезек берейік. Қарындаштың ұшын шығаруға арналған құрал қалай аталады? Ол ұштағыш қой. Жарайсың, Мадина, енді ұштағыш сөзін латын қарпімен жазып көрсетейін. Ұштағыш сөзі латын қарпімен осылай жазылады. Ұштағыш. Құрметті көрермен, байқағандарыңыздай біздің сөз жұмбақтың шешімі бүгінгі тақырыбымызға сәйкес ұшқыш сөзі. Құрметті көрермен, бүгінгі біздің танысатын алғашқы әрпіміз О әрпі. Сіздерге оның таңбалануын көрсетейін. О сөзі латын қарпінде осылай таңбаланады. Ярослав, сен де жазып көр. Жарайсың, Ярослав, енді Мадина, сен де жазып көр. Жарайсың, Мадина. О. Құрметті көрермен, екінші жаңа әріппен таныспастан бұрын менің дайындаған сөз жұмбағым бар. Менің бірінші жұмбағым 4 қарны бар, 1 ауызы бар. Жауабы үй. Жарайсың, Мадина, енді үй сөзін латын қарпімен жазып көрсетейін. Үй сөзі латын қарпімен осылай жазылады. Үй. Келесі жұмбағым Көлде жүрген көп сиыр, жетіп барсаң жоқ сиыр. Мен білем, жауабы үйрек. Жарайсың, Ярослав, енді үйрек сөзін латын қарпімен жазып көрсетейін. Үйрек сөзі латын қарпімен осылай жазылады. Үйрек. Менің соңғы жұмбағым Қызып кетсе табаны, бар жалғыз ақшатағы, іздей бастар матаны. Жауабы үттік. Жарайсың, Мадина, енді үттік сөзін латын қарпімен жазып көрсетейін. Үттік сөзі латын қарпімен осылай жазылады. Үтік. Сонымен, құрметті көрермендер, бүгінгі сөз жұмбағымыздың шешімі үкі сөзі. Бүгінгі біздің танысатын әрпіміз Ү әрпі. Сіздерге оның таңбалануын жазып көрсетейін. Ярослав, сен де жазып көр. Жарайсың, Ярослав, енді Мадина, сен де жазып көр. Жарайсың, Мадина. Ү. Құрметті көрермен, біз бүгін О және Ү әріптерімен таныстық. Сіздерді әрдайым қайталап жүріңіздер. Сол арқылы сіздер латын әліпбиімен сауаттарыңызды әрі қарата дамыта аласыздар. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің ғалымдары латын әліпбиін үйрететін арнайы бағдарлама ойлап тапты. Бағдарлама латын әліпбиіне көшуге байланысты интерактивті үйретуші бағдарламалардың лингвистикалық негіздері мен теориялары деп аталады.
Бұл бағдарламада арнайы Android және Windows платформасындағы лингвистикалық сөздік, сонымен қатар латын тіліне автоматты түрде аударма жасайтын арнайы сайт, сонымен қатар дыбыс және де бейне материалдарды сүйемелдеуменен арнайы санды электрондық оқулықтар бар. Және де балаларға латын графикасын үйрету үшін арнайы ойын бағдарламалар мен мобильді қосымшалар да енгізілген. Осымен біздің айдар аяқталды. Бүгінгі өткен сөздер мен әріптерді бір қайталап шығайық. O, oya, ұршық, ұшақ, оқыпты, ұштағыш, үй, үйрек, үдік. Жарайсыңдар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Оя, гнездо, nest. Ұршық, веретено, spindle. Ұшақ, самолет, plane. Оқыпты, аккуратный, orderly. Ұштағыш, точилка, sharpener. Үй, дом, house. Үйрек, утка, duck. Үдік, утюг, iron. Суретші, художник, painter. Полиция, police. Журналист, journalist. Кез келген еңбектері қандайда бір мамандықтың қалыптасуына себепкер бола алмайды. Мамандық иегері атану үшін білім алып, және де оны тәмамдаған жөнінде диплом алғаннан кейін, жұмыс орнын тауып, жалақыны алғаннан кейін нағыз маман иегері атануға болады. Өз ісінің нағыз маманы атану екінің біріне бұйырмаған. Сол үшін де өзінің мамандыққа деген махаббат болу қажет. Мәселен мен бастық болғым келеді. Телағыз, бастық деген мамандық емес қой. Телағыз, одан да келесі айдарға түсетін кішкентай бүлдіршіндеріміздің қандай маман иесі болуды армандайтынын сұрап көрейік. Қайырлы күн, балалар. Сәлем достар. Кәусар, алуа. Қазіргі таңда мамандықтардың алуан түрлері бар, солай ма? Оларды атап айтатын болсақ, Кәусар? Мұғалім, тігінші, дәрігер, Дұрыс айтасың. башкер. Өте жақсы. Тағы да басқа көптеген мамандықтар бар, е? Алуа, менің саған сұрағым бар. Мысалға, осы аталған мамандықтардың пайдасы туралы не айта аласың? Мысалы, дәрігер адамға пайда тигізіп, адамды емдейді. Жарайсың, яғни адамның денсаулығын жақсартады, е? Жақсы. Ендеше өздерің ертең өскенде қандай мамандық иелері болғыларың келеді? Кәусар, айта ғой? Мен мұғалім болғым келеді. Алуа, сен қандай мамандық иесі болғың келеді? Мен әуеде ұшып халқыма қызмет көрсететін жол серігі болғым келеді. Өте жақсы. Олай болса, құрметті көрермендер, біздің Алуа мен Кәусардың таңдаған мамандықтарына керекті құрал жабдықтарды жасап көрсетейік. Ендеше, біз қазір мұғалімге керекті құрал қандай? Ол деген қалам салғыш. Қалам салғыш. Жарайсың, бізге қалам салғышқа керекті құрал жабдықтар кішкене банкі керек, және әртүрлі ермек саздар, және әртүрлі моншақтар керек екен. Ал Алуа, сен әуеде ұшып жол серігі болғың келеді. Ол үшін сен немен ұшасың? Ұшақпен. Дұрыс айтасың. Ал енді біз сол ұшақтың кішкентай нұсқасын жасап көрсетейік, жарай ма? Жарайды. Мұғалімге қажетті қаламсапты жасау үшін біз мына банкіні алып, сыртын ермек сазбен қаптаймыз. Кәусар, ала ғой. Өзің жайлап қаптай бер. Ал
Апай, маған ұшақ жасау үшін не қажет? Ол үшін Алуа бізге мына пластикалық бутилке қажет болады, және түрлі түсті қағаздар, желім, қарандаш, қайшы қажет болады екен. Кішкентай достар, біздің жасап жатқан дүниемізді сендер де үйден қайталаңдар. Ол үшін бізге түрлі түсті қағазға желімді шетіне жағып аламыз. Сосын мына пластикалық бутилкемен сыртын ораймыз. Апай, қанаттарында қағазбен жасап аламыза? Иә, қағаздан жасаймыз. Ол үшін бізге мына қатты қағаз қажет болады. Қазір мен қанаттың үлгісін сызып беремін, әрі қарай өзің қиып желімдерсің. Жарай ма? Жарайды. Мен жабыстырып болдым, енді не істеймін? Енді бізге мына түрлі түсті моншақтардан сыртын сәндейміз. Кішкентай достар, біздер міне ұшақтың қанатын жасап болдық. Енді соны бекітеміз. Ол үшін қазір Алуа желімдеп, өзің бекіте ғой. Алуа енді қалған бөліктерін өзің қиып дайындай бер. Мен үлгісін сызып берейін. Апа, мінекей дайын болды. Өте әдемі, Каусар. Құрметті кішкентай достарым, осындай бой қаламсалғышты өздеріңнің жұмыс үстелдеріңізге жасап қоюларыңызға болады. Алуа, сен бәрін қиып болған сияқтысың, енді осының бәрін орын-орнына жабыстырып шығайық. Апай, мінекей біздің ұшағымыз дайын болды. Жарайсың, Алуа, өте тамаша шықты. Кішкентай көрермендер, бүгінгі Алуа мен Каусардың жасаған бұйымдарын сендер де үйден жасап көрулеріңізге болады. Бағдарламамыздың келесі санын өткізіп алмаңыздар. Сау болыңыздар. Банка, jar, ермексас, пластилин, пластисин, моншақ, бусина, бит, пластикалық бутылка, пластиковая бутылка, пластик bottle, қағаз, бумага, paper, желім, клей, glue, карандаш, pencil, қайшы, ножницы, scissors, мұғалім, учитель, teacher, тігінші, швея, seamstress, ғарышкер, космонавт, космонавт. Гүлханым, Зере, сендерді әлемде қандай мамандықтар қызықтырады? Мен аудармашылық қызметіне қызығамын. Әлемде 2000 жарымнан астам тілдердің түрі бар. Халық арасында аудармашылық жарылыс атты термин белгілі. Яғни екінші дүниежүзілік соғыстан кейін халықтардың бір-бірімен қатынас жасау үшін аудармашылық ісі өз ісін бастаған болатын. Ал мен болашақта атақты суретші болғым келеді. Әлемге атақты суретші Пабло Пикассо жас кезінде кедей болғаны соншалық отының орнына өз картиналарын жағуға мәжбүр болған. Және де атақты суретші Леонардо да Винчидің туындыларына қызыққандар көп болғаны соншалық, оның картиналарына тас лақтырып, түрлі түсті сиялар жағып кеткен екен. Мен де олар секілді атақты суретші болғым келеді. Ал мен әлемдік деңгейдегі керемет актер болғым келеді. Қандай керемет! Құрметті көрермен, қызықты ақпаратпен таныс болсаңыздар, ендігі кезекті өте татты маманды иегеріне береміз.
Әләзина, мына тәтті тоқаштарды өзің дайындадың ба? Жоқ, бірақ дайындап үйренгім келеді. Менің арманым осындай тәттілерді дайындап кондитер болғым келеді. Кондитер дейсің бе? Ендеше біздің саған тосын сыйымыз бар. Қандай тосын сый? Студиямызға қаладағы танымал кондитер Жанар апайымызды шақырамыз. Алақай. Саламатсыз ба, балалар? Сәлеметсіз сізбен. Саламатсыз, құрметті көрермендер. Жанар апай, біздің Әләзина сіз сияқты кондитер болғысы келеді. Ол үшін не жасау керек? Ой, керемет, Әләзина. Ол үшін біріншіден адамда арман болу керек, құштарлық болу керек, қалаған мамандығыңызды сүйе білу керек, мақсаты болу керек адамның, еңбекқорлық болу керек адамда. Сондай бойында қасиет болу керек. Тамаша, ал апай, бізге бүгін піспен нан жасауды үйретесіз бе? Әрине үйретем. Ол үшін май, ұн, сары жұмыртқа, құмшекер қажет. Апай, бұл піспен нанды жасау үшін неден бастаймыз? Ол үшін Назарбай ең бірінші сары май мен шекерді жақсылап тұрып араластырып алуымыз керек. Ол үшін балалар бәріміз миксердің жанына барайық. Біріншіден балалар сары майды миксердің тостағанына салып аламыз. Сары майымызды салып болған соң, оның үстіне құм шекерімізді саламыз. Енді осы екі құрамын жақсылап тұрып миксермен араластырамыз. Жақсылап тұрып құм шекермен сары майды араластырып алдық, келіп жақындап қарауларыңа болады. Апай, сіз осы мамандықты қанша жасыңыздан бастадыңыз? Тамаша сұрақ. Мен де сендер сияқты бала кезімнен тәтті тағамдарды пісіруді ұнаттым. Сол кезден бастап үйде бар азық-түліктерден жеңіл пирог, торттар пісіре бастадым. Қанша торт жасай аласыз? Және ерекше сұранысқа ие қандай тәтті? Мен 100-ге жуық тәтті тағамдар жасай аламын. Оның ішінде биылғы маусымда ерекше сұранысқа ие болған өздерің сүйіп жейтін молочная девочка торты. Араласқан шекер мен сары майдың үстіне жұмыртқаның сары уызын қосамыз. Бұны да жақсылап тұрып миксермен араластырып аламыз. Енді араласқаннан кейін бұның үстіне ұнды қосамыз. Ұнды салып болғаннан кейін жақсылап тағы да араластырамыз. Апай, енді не істейміз? Қамырымызды жақсылап біріктірген соң, үстелдің үстіне барып, жайып, тәтті тоқаштар жасаймыз. Апай, неге осы мамандықты таңдадыңыз? Мен де Әләзина сияқты арманым үлкен болған. Бала кезімнен тәтті тағамдарды жегенді жақсы көремін. Сол арманым осындай үлкен нәтижеге әкелді. Балалар, міне қамырымызды жайып болдым. Енді сендер кезектесіп тәтті тоқашты кесіңдер. Бірінші Назарбай, сен бастай ғой. Мен біреуін көрсетіп берейін. Содан кейін сендер кесіңдер. Енді тәтті тоқашымызды пісіретін ыдысымызға саламыз. Қалған қамырды қосып, біріктіріп, қайтып жайып, тағы да тәтті тоқаш жасауға болады. Дайын тоқашымыздың бетіне жұмыртқаның сары уызын жағамыз. Әләзина, мен біреуін көрсетейін, кейінгілерін сендер өздерің кезектесіп жағып шығыңдар.
бетін әшекейлейміз. Ол үшін шанышқы, үйдегі шанышқы болса жарайды. Әдемілеп тұрып тоқаштарымызды бетіне әшекейлейміз. Көрермен, балаларыңызбен жасалған тәтті піспен нанымыз дайын болып қалды. 180 градус қызып тұрған пешімізге 10-12 минутке пісіруге саламыз. Балалар, піспен нанымыз дайын болды. Енді алып, әдемілеп тәрелкімізге салайық. Қандай тамаша? Маған да ұнап тұр. Апай, мен сияқты кондитер болуды армандайтын көрерменге не айтар едіңіз? Талабың оң болсын. Алдыға қойған мақсаттарыңа жетуге ерінбеңдер, өмірлерің тәтті болсын. Осымен айдарымыз аяқталды. Келесі кездескенше. Сау болыңыздар. Кондитер, confectioner. Беспенан, печенье, куки. Un, мука, flour. Жұмыртқа, яйцо, egg. Сармай, сливочное масло, butter. Шекер, сахар, sugar. Зере, сен жиі дәрігерге қараласың ба? Тек сырқаттанып қалғанда жай сұрадым ба, өзінше? Иә, мен жылына бір рет скринингтен өтіп, денсаулығымды бақылап отырамын. Жарайсың, дәрігер болған өте қиын шығар. Талай жылдар бойы оқуда боласың, ал одан кейін түрлі дәрі-дәрмек пен дерттердің атын жатқа білу керексің. Иә, сенімен толықтай келісемін. Сіздер де кішкентай көрермен, дәрігер мамандығын, қыр-сырын үйреніңіздер. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сәлем достар. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Бүгін күн аптап ыстық, тыныс алу мүмкін емес. Иә, ендеше сенің жүрек қағысыңды тексеріп көрейін. Ал Еркен, сен дәрігерлердің қалай жүрек қағысын тыңдайтынын білесің бе? Шынымды айтсам білмеймін, бірақ оларда арнайы құрылғы бар екенін білемін. Иә, мен де оны жиі байқаймын. Ондаша Ақтөбе медициналық орталығына кіріп, бірге дәрігерден сұрап көрейік. Ендеше кеттік. Құрметті көрермен, біз Ақтөбе медициналық орталығының дәрігері Серикова Нұрбақыт Қаршанқызымен сұхбат жүргізбекшіміз. Дәрігер ханым, жалпы біз осы мамандық жайлы көптеген қызықты ақпараттардың куәсі болғымыз келіп тұр. Иә, Салтана, дұрыс айтасың. Мені бұрыннан қызықтырып жүрген бір сұрақтың бірі, дәрігер ханым, осы құрылғы жайында айтып беріңізші. Фонендоскоп деп атайды. Біздің емдеуші дәрігерлердің ең басты құралы болып табылады. Осы арқылы біз науқастың жүрек соғысын, жүрек тыңдау дыбысын, өкпенің және жедел созылмалы ауруларын ерекшелігін анықтаймыз. Қабылдау бөлімінде науқас келген кезде әрбір дәрігердің қолында осы құрылғы ең бірінші болады. Керемет. Осы фонендоскоптан бөлек тағы да қандай медициналық құралдармен танысып өтсеңіз? Фонендоскоптан басқа бізде дәрігер-неврологтарда өзімізде балғашық болады. Балғашықпен біз науқастың көру жүйесін, шеткі нерв жүйесін, қозғалысыздығын, аяқ-қолын жансыздану осы балғашық арқылы анықтаймыз. Мысалы, неврологтарда өзінде арнайы балғашық болатын болса, терапевт, кардиолог әріптестерімізде осы фонендоскоп жиі қолданылады. Рахмет, қызық екен. Ал дәрігер ханым, айтыңызшы, осы мамандықтың иесі болу үшін қандай қасиеттердің болуы қажет? Дәрігер маманы болу үшін ең бірінші ауырып келген науқасты жақсы көру керек. Және де төзімділік керек, сабырлық керек.
Науқас бізге келген кезде дәрігер маманына ол кісілер бүкіл жан дүниесін алып келеді, психологиялық түрде, физикалық түрде. Және де ол кісілерге біз өміріне және туыстарына үлкен рөл қосамыз. Себебі тамақтану деңгейін, өмірдегі қызметтерін, неше түрлі жаңа ұстанымдарды тағайындалады. Осы медицина саласына қызығушылығыңыз балалық шақтан басталды ма? Дәрігер мамандығы болу менің бала кезде арманым, себебі менің анам дәрігер болатын. Ол кісінің күнделікте адамдарды қарауы және де емдеу кезінде мен бір сәттік өзімге армандағы мақсат қойдым. Мектеп бітіргеннен кейін дәрігер мамандығын аламын деп. Қазіргі таңда осы Ақтөбе медициналық орталығының дәрігер қызметінде жұмыс жасаймын. Дәрігер қызметі өте жауапкершілікті қажет ететін мамандық. Және сонымен қатар туыстарыңыз және де достарыңыз ең ардақтайтын мамандық. Дәрігер ханым, ендеше өзіңіздің жұмыс орныңызбен бір таныстырып өтесіз бе? Жақсы, таныстырып өтейін. Осы медицина саласы жауапкершілікті талап ететін ең қиын сала солай ма? Медицина саласы ең жауапкершілікті қажет етеді, себебі науқастардың жанында тәулік бойы қасында орналасып, ол кісіге бүткіл осы психологиялық түрде, моральдық түрде көмек көрсетеміз. Себебі науқас адамның ең бірінші емделіп кетуіне дәрігерді себепші болады. Дәрігерлердің тәулік бойы науқастарды қабылдайтын бөлме ең маңызды орын осы дәрігерлер бөлмесі. Дәрігер ханым, сіздің өмірлік ұстанымыңыз қандай? Менің өмірлік ұстанымым науқастарға көмектесіп және туысқандарына, өзіміздің осы Қазақстан Республикасының халқының денсаулығын арттыру мақсатында көп үлес қосқым келеді. Себебі әрбір адам егер өзінен бастаса, бүкіл жаңа халық денсаулығы да нығая түседі. Әрбір халқымыздың бір-бір адамдары болашаққа зор үлес қосады. Сіз секілді дәрігер болғысы келетін өскелең ұрпаққа не айтасыз? Дәрігер мамандығын таңдаған кезеңде ең бірінші еңбек қажет. Себебі тәулік бойы науқастың жанында кітап шұқылаумен, түнімен ұйқыңызды қиып, науқастың денсаулығын нығайту мақсатында, өмірін ұзарту мақсатында өте көп еңбек қажет. Және шыдамдылық. Себебі дәрігер мамандығын таңдаған деген сөз 12 ай бойы осы дәрігер жұмысында қызмет етесіздер. Бүкіл осы денсаулығыңыз, өміріңіз осы дәрігер мамандығымен байланысты болады. Сізге рахмет, жұмысыңызға тек табыс тілейміз. Сіздерге де көп рахмет, болашақта жақсы маман болуларыңызды тілеймін. Мінеке, құрметті көрермен, бір сәт медицина әлеміне саяхат жасап қайттық. Иә, Салтанат, дұрыс айтасың, біз көптеген танымды сұрақтарды жауабын алдық. Сіздерге де ұнады деп сенеміз. Келесі кездескенше сау болыңдар. Дәрігер, врач, доктор. Медициналық құралдар, медицинские приборы, medical devices. Балғашық, молоточек, малез. Науқас, пациент, a patient. Бағдарламамыздың келесі санын өткізіп алмаңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы. Сау болыңыздар.